Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге 5 минутта дайындалатын тұздалған қияр дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші қиярды видеода етіп тураймыз. Сосын қиярды турап болған соң бір ыдысқа саласыз да, одан кейін полугоркий бұрышты видеода етіп турап саласыз. Сосын укроп пен чеснокты видеода етіп тураймыз. Бәрін турап болған соң біздің жаңағы қиярдың үстіне тұз, одан соң қара бұрыш салып, оның бетін жабамыз да видеодағыдай етіп жақсылап араластырамыз. Араластырған соң біздің қиярдың бетін жауып 10 минутқа тындырып қоясыз. Сонымен біздің оңай әрі тез дайындалатын тұздалған қияр дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетсеңіз ас болсын. Және де достар, сіздерге егер дәл осындай ерекше картоптың рецептісі ұнап тұрса, менің каналыма тіркеліп едіңіз. Бұл видео тек қана подписчиктер ғана көре алады, сондықтан менің каналыма тіркелсеңіз, сіз де көре аласыз.